лицей. Бұл лицей жаңалықтары. Микрофон тізгінінде мен Талап және Ерке. Сіздерге лицейіміздің сәуір айында өткен маңызды оқиғаларын ұсынамыз. 11 сәуір күні лицейімізде облыстық деңгейде маңызды семинар өтті. Бұл жолғы семинар лицейдегі инновациялық басқару және білім беру тақырыбында болды. Қатысушылар ұжымдық жұмыс, мұғалімдердің кәсіби дамуы, цифрлық орта мен жобалық жұмыстар жөнінде өз ойларын ортаға салды. Шеберлік сыныптар, жобалар көрмесі ұйымдастырылып, пікір алмасу алаңына айналды. Семинар соңында қатысушылар жаңашыл идеялармен шабыттанып, жоғары баға беріп қайтты. 18 сәуірде жоғары сынып оқушылары өз білімдерімен бөлісіп, емтиханға дайындық бойынша шеберлік сағатын өткізді. Чапай Бахтияр, Қоныс Назым, Айтқұлова Айгерім және Берік Ранида НУЭТ, IELTS, SAT және ОБТ емтихандарына қалай дайындалғандарын бөлісті. Олар пайдалы ресурстар мен уақытты тиімді басқару жолдарын ұсынды. Бұл кездесу жас оқушыларға нақты бағыт беріп, мотивация сыйлады. Кариб теңізінің пираттары мектебімізге де жетті. Жаратылыстану апталығы қызықты көріністермен басталды. Жаратылыстану кемесі теңізден ғылымға апталығы ерекше форматта өтті. Оқушылар Кариб теңіз дәуіріне еніп, ғылым әлеміне қызықты саяхат жасады. Биология, география және химия пәндері бойынша ойын түріндегі сұрақтарға жауап беріп, зертханалық тәжірибелерге қатысты. Бұл апталық білімді тек оқулықтан емес, көзбен көріп, қолмен жасап ұғынуға мүмкіндік берді. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай ата-аналар арасында достық пен ұйымшылдыққа толы спартакиада өтті. Спартакиадаға лицей ата-аналары белсенді қатысты. Волейбол, арқан тарту, асық ату сияқты ұлттық және спорттық ойындар ойнатылып, нағыз тартысты бәсеке болды. Директор Жеңіс Меңдіғалиевич пен қамқоршылық кеңесінің төрайымы Айман Сәрсенбайқызы қатысушыларға сәттілік тіледі. Нәтижесінде 1 орынды 10 сынып ата-аналары Қайсар, 2 орынды 11 сынып ата-аналары Болашақ, 3 орынды 9 сынып ата-аналары Шабат командалары жеңімпаз атанды. Бұл шара ата-аналар мен мектеп қауымдастығын одан әрі жақындастыра түсті. Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз шығармасына негізделген эстетикалық пәндер апталығы мектебімізде бастау алды. Апталықтың алғашқы күнінде оқушыларға көңілді үзіліс аясында түрлі ойындар ұйымдастырылды. Сыныптар арасында өткен спорттық шаралар оқушылардың сергектігін арттырып, достық пен ұйымшылдықты нығайтты. Ақылдың шебісін алған сәт. Лицейімізде алғаш рет мұғалімдерге арналған квиз ойыны ұйымдастырылды. Мектеп мұғалімдері командаларға бөлініп, түрлі сала бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді. Логикалық тапсырмалар, тарихи деректер, қызықты фактілер бәрі де мұғалімдердің білім көкжиегін паш етті. Ойын тартысты өтті. Қатысушылар тек білім жарыстырмай, бір-бірін қолдап, командалық рухты танытты. Нәтижесінде 3 орынды от командасы, 2 орынды бәрін білгіштер командасы, 1 орынды кемеңгер командасы иеленді. Сәуір айының жаңалықтар легі осындай. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Келесі кездескенше.